Ресейдің Украинадағы соғысының аясында соңғы күндері үсті-үстіне тосын оқиғалар болып жатыр. Ресейдің бастамасымен екі ел арасында келіссөздер басталған. Екі аптаның ішінде Стамбулда 2 раунд келіссөз өтті. Әзірге бейбітшіліктің ауылы алыс. Бір анығы, атыстың жуық арада тоқтайтын түрі жоқ. Бірінші раунд 1000 тұтқыннан алмасумен ғана шектелген. Екінші раунд екі жақтағы ауыр жаралы, денсаулығы ауыр және 18 бен 25 жас аралығындағы тұтқындарды. Сонымен қатар 600-600-ден офицер мәйітін алмасуға келісілді. Кеш жарық ағайын, бұл неге олай бағдарламасы? Келіссөз кезінде Украина жағы Ресей әскері депортациялаған, яғни ұрланған жас балалардың тізімін беріп, оларды қайтару талабын қойды. Бұл мәселені Ресей жағы қарастырып көретін болды. Украина 339 баланың тізімін өткізді. Ресей делегациясының жетекшісі Украина жағын балаларды айтып пиар жасады деп айыптады. Соғысты уақытша немесе бір жолата тоқтату мәселесіне Ресей делегациясы бейіл танытпай отыр. Соған қарағанда атыс әлі жалғаса бермек. Бірақ келіссөз кезінде екі жақ бір-біріне атысты тоқтату туралы меморандум өткізген. Ал келіссөздер жалғасқан осы екі аптаның ішінде алдымен Ресей әскері ай-шай жоқ Украинаға дронмен және ракетамен шабуыл жасады. Қаза болған бейбіт тұрғындар бар. Ресейдің келіссөздер аясында жасаған шабуылына ақш президенті түйеден түскендей етіп, Путин ақылдан адасты деді. Содан кейін Украина әскері Ресейдің стратегиялық әуе базаларына дронмен шабуыл жасады. Бұл шабуылдың салдары Ресейге аса ауыр тиіп отыр. Себебі ракета және ядролық қару тасымалдайтын ұшақтардың едәуір бөлігі зақымданды. Біразы жөндеуге келеді, ал біразы жөндеуге келмейді. Ұшақтарды істен шығару үшін шабуыл жасалуының себебі Украинаны ракетамен атқылайтын арнайы стратегиялық ұшақтарды жою немесе кеміту мақсаты көзделген еді. Бұл Украина тарабынан жасалған ең үлкен шабуыл. Оған паутина, яғни өрмек арнайы операциясы деп ат қойған. Ресей әскери әуежайларына шабуыл жасау операциясына дайындықты Украина арнаулы қызметтері 1,5 жыл жүргізіпті. Оны Украина президенті Владимир Зеленскийдің өзі тікелей қадағалаған, ал операцияны Украина қауіпсіздік қызметі жүзеге асырған. Ресейге дрондарды және арнаулы контейнерлерді жеткізген. Сол контейнерлерге дрондарды жасырып орналастырған. Контейнерлердің қақпағын ашуды және ішіне жасырылған дрондарды ұшыруды қашықтан басқарған. Украина арнаулы қызметі 41 ұшаққа шабуыл жасалған. Бұл операцияға қатысқан адамдар Украинаға жеткізілген мәлімдеді. Украина дрондары шабуыл жасап жарған әскери әуежайларға келсек, олардың әр қайсысы Ресейдің әр қиырында. Бірі сонау Мурманск облысының Оленегорск деген қаласындағы Оленя әуежайы. Мұндағы тұрғындар кемі 10 жарылыстың дауысын естіген. Дрондар автотұрақта тұрған жүк көліктерінен ұшып шыққан. Шабуылға ұшыраған әскери әуежайдың тағы бірі Иркутск облысының Средний деген кентінде болған. Тағы бірі Рязань қаласының іргесінде Дягилево деген әскери әуежай. Дрон шабуылына ұшыраған тағы бір нысан Иванов облысындағы Иваново деген әскери әуежай. Бұл Мәскеуге жақын орналасқан облыс. Иванов қаласы Мәскеуден 290, ал Украина шекарасынан 500 шақырым жерде. Шабуылға Амур облысындағы әскери әуежайда ұшырады. Украина билігі 41 ұшақ зақымданды деген. Шамамен $7 миллиард залал келтіріліпті. Кейбір сарапшылар 22 немесе 27 ұшақ істен шығарылғанын айтып жатыр. Соған қарағанда әзірге істен шығарылған ұшақтардың саны анық емес. Батыс басылымдары Ресейде бомбалаушы стратегиялық әскери ұшақтардың саны 66 деп көрсеткен. Соның 22-сі жарамсыз күйге түсірілгеннің өзінде орасан үлкен шығын. Оның біразы қалпына келтіруге мүлде жарамайды деп жатыр. Ал қалпына келтіруге болатынның өзін қайта сапқа қоюлары екіталай. Себебі қажетті бөлшектер табылмауы мүмкін. Бомбалаушы әскери ұшақтар бұрынғы кеңес кезіндегі өндірістен қалған техникалар. Өрт тиіп зақымданған әскери ұшақтардың саны 22-ден көп болуы мүмкін. Украина билігі Ресей әскери ұшақтарының
34% істен шықты деді. Бұл әскери ұшақтар анау-мынау емес, Ту-95, Ту-160, А-50 және Ту-22 МЗ сынды ракета немесе ядролық оқтұмсық тасымалдаушылар. Дрондар кейбірінің үстіне түсіп жарылған, кейбірінің жанына түскенімен жарылыстың өрті маңындағы ұшақтарға тиген. Бұл шабуыл Ресейдің стратегиялық бомбалаушы әуе күшіне едәуір нұқсан келтірді. Сарапшылар бұл арнайы операция Ресейдің стратегиялық әуе күшін ғана емес, ядролық әлеуетінде төмендетті деп жатыр. Ал келіссөздер әлі жалғасуы тиіс. Түркия президенті Стамбулдағы келіссөзге оңды баға берді. Ол алдағы кезде Ресей мен Украина президенттерінің кездесуіне қол жеткізуге әрекет ететінін айтты. Арнайы сіздер үшін неге олай бағдарламасы? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.